Армысыздар өмір тамаша арнасының құрметті көрермендері. Ұлытауға бардың ба, ұлар етін жедің бе? Халық арасында кеңінен таралған осы сөз артымыздағы мына тауға арналады. Өмір тамаша арнасы сіздерге бүгін Ұлытаудың ең биік шыңы Әулиетауды көрсетеді. Арнадан ажырамаңыздар. Ұлытаудың етегіндегі ерекше жер Ембұлақ деп аталады. Мұның ерекшелігі осы маңдағы жер астынан шығып жатқан бұлақ қайнары және тағы бір көз тартар сұлулық иіліп өскен қайыңдар. Мұны жұрт биші қайыңдар деп атайды. Достар, Ембұлақтың жанына көлігімізді қойып, Әулиетауға жаяу жол тартамыз. Себебі мына сүрлеу жолменен біздің көлігіміз көтеріле алмайды. Ұлытаудың тікенекті шөптері мен бұталары жолды бара-бара жауып, табиғаттың ерекше сипатын көрсетеді. Бұл жердің сұлулығы мен сырын ашу үшін шыдамдылық пен сақтық қажет. Тауға шыққанда ыңғайлы, жеңіл, әрі ауа өткізетін киім таңдау керек. Аяғыңызды тікенекті шөптен қорғау үшін қалың матадан тігілген шалбар киіп, берік, жабық аяқ киім таңдаған дұрыс. Мәке достар, анау-мынау көлік жүре алмайды, дегенмен жол талғамайтын көлікпенен өтуге болады екен. Алдымызда мінекей сондай көліктің бірі келе жатыр. Тау баурайы алуан түрлі шөптермен ерекше. Мұнда 90-нан астам дәрілік өсімдіктер өседі. Олардың қатарында жусан, қырықбуын, жалбыз, түймедақ, шай қурай сияқты емдік қасиетімен танымал шөптер бар. Сонымен қатар, бұл жерде бетеге, изен, көде, қоңырбас сияқты өсімдіктер көптеп өседі. Олар табиғаттың сәні ғана емес, жануарлардың қорегі және экожүйенің маңызды бөлігі болып табылады. Ұлытаудың осындай байлығын көргенде, оның қайталанбас табиғатына еріксіз таңданасын. Көне көз қариялар айтады, Ұлытаудың ұлылығы оның құдіретінде деп. Қанша жас болса да, кәрі болса да, кейбір адамдар осы жерде көтеріле алмай жарты жолдан қайтып кетеді екен. Киіміңіз ыңғайлы болмаса, мына жерден тікенек кіріп әбігерге батасыз. Ал енді биіктеген сайын тау гүлдерінің хош иісі мұрынды жарды. Мұны тек келіп сезіну керек. Мінекей достар, таудың нағыз құламасымен келе жатырмыз. Киіп шықпасаң тіке шығу мүмкін емес мынандай жерлерден. Осылай биіктеп кете береді. Бір сияқты болып шыны керек. Кішкене шаршап қалдым. Міне достар, біз қазір Әулиетаудың жартысына келіп тұрмыз. Таумен көтерілген кезде бірінші жартысына дейін өте қиын болады, ентігесіздер, кішкене өйткені крутой спуск дейді ғой, сондай бір құлама биіктікке шығу оңай емес. Ал енді жігеріңізді, еріңізді жинап сол жартысына шығып алсаңыз, сізде екінші дем ашылады екен. Ой, жел тұрып кетті. Осындай керемет, тамаша пейзаж. Мінекей достар, кішкене ғана қалды шыңға жетуге. Әулиелер кездесіп жатырмын. Сапар әулие-ата, Гүлсара ана, шипалы бұлақ иесі дейді. Бұл жазу төмендегі Ембұлақтың иесі екендігін айтып тұр. Мына жерде от жағылыпты, бір рәсім жасалса керек. Шыңға жақындаған сайын мазарлар кездесіп жатыр. Жай адамдар емес, емшілердің мазарлары. Әулиетау атауы осы жерде өмір сүрген 7 әулиемен байланысты деп айтылады. Бұл киелі жер қазақ халқы үшін рухани мәнге ие. Оның тағы бір атауы Ақмешіт. Кейбір аңыздарға сүйенсек, бұл тау аспанға ең жақын жер, тіпті Тәңірмен тілдесетін мекен деп саналады. Мінекей достар, Әулиетау шыңына шықтық. Әулиетаудың құдіреттілігі сонша бойымды бір керемет сезім билеп,
айқайлағым келіп кетті. Бірақ әруақтарды мазаламайын деп, әрине ол ойымнан кері қайттым. Шыңға шыққан жақсы ғой, рухың өрлеп, тамаша бір әсерді бастан өткересің. Біз тау шыңынан кері түсіп, етекке оралғанда күнде ұясына батты. Осымен бүгінгі сапарымыз аяқталды. Достар, видео ұнаса, арнаға жазылып, пікір қалдырып қойыңыздар. Сіздермен болған Айнұр өмір тамаша арнасы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.